Қайырлы күн, құрметті балдырыңдер. Бүгін бізде сұхбат әңгіме осы балдырындегі әйгілі аты танылған, біраз жерде жеңіске жеткен Домағай. Домағай, қош келдіңіз бүгінгі біздің сұхбатымызға. Жалпы осы вожатылыққа дейінгі бүгінгі өміріңізді бастасақ. Дейінгі ма? Вожатылыққа қалай келдіңіз? Жалпы біріншіне өзім жайдарман жұмын. Сен де жайдарманшысың. Егер жайдарманда танысқанбыз. Жайдарман ойнап жүрген кезде балалық шақта мектеп уақытысында Звондап жатыр ма? Бірге жайдарман ойнағанбыз деп жатыр ғой енді. Ол жайдарманға дейінгі бала кездегі өміріңіз қызық болып тұр да. Бала кезде. Сол әке шешем, мен, әпкем, жалпы үйде 4 адам тұрмыз. Общий қосқанда, семьямыз 4 адам тұрмыз. Үйдің кенжесімін, үйдің ергесімін. Былай айтқан кезде үйдегі ана бір балалық ойынға тоймай қалғаннан кейін осы балдәуренге бір вожатый болып жұмысқа келуде себебім сол шығар. Сол баяғы балалық психологиямен қазір тойдым. Бірақ құрметті балдәурендер, Домағай үйдің еркесі болғанмен вообще еркелеп көрмеппіз, бір еркелеп жіберсеңіз осы жерде. Дәл қазір ма? Иә. Сөз айтса еркелетеді. Томпиын, конпиынға. Осындай, бұл енді үйдің еркесі болғанмен, үйдің жалғыз еркегі қазір бізде Домағай, яғни үйін өзі асырап отыр. Сол себепті еркекпен ұмытқан шығарсыз деп ойлаймыз енді. Әрине, 4-ші класстан бастап қойдық қой. 4-ші класстан бастап қойды. Енді осы КВН-де қазір сіз Ақбұлақ құрамасында ойнайсыз ғой, дейме? Ақбұлақ құрамасы. Премьер-лига, Құдай қаласа 1-4 майдың 2-сіне барамыз. Иә, сол барып өнерлеріңізді көрсете беріңіздер. Жоғары лигада көре берейік. YouTube-тан көріп жатыр, керемет ойнайсыздар да. Бір әзіл ойнап берсеңіз. Оған команда керек қой, бірақ иә, түсінікті. Сіз біраз жерін құтқарып қалыватыр. Енді осы вожатылық кезінде алғаш келген кезде Көксары тағамыз ғой біз, яғни практикант ретінде. Сол кездегі бір қызықты оқиғаңызды айтып берсеңіз. Ой, сұмдық болар еді. Қызықты оқиға ба? Біз жалпы Көксары болған кезде Шоқан, әкім, мен үшеуміз ғана Көксарымыз. Ол вожатылар суретін астына зікет шығарып қоямыз қазір, сурет шығарып қоямыз. Үш-ақ ұл Көксары, басқасын бәрі сары. Қыздар енді жетеді Көксарылар, бірақ үш-ақ ұл. Аппаратура, монолог деген біздің ойынымызда тұғын. Сол кезде мынандай болған азанда жаздың кезі ғой көрмені. Мен өзім ұйқым өте қатты. Ұйықтаған кезде тұрамай қала беремін. Сонымен Шоқан мен әкім кетіп қалады да, мені оятпайды. Мені оятуды ұмытып кеткен бе, ерте асығып кеткен болар. Сонымен тұрсам, тура үстімде бастықтар бар. Есім, яғни ояндым, үстімде бастықтар бар. Неғып ұйықтап жатсың? Менің жауабым сол кездегі ауырбадым деген. Ойбай, сен ауырбадым деп мен сендіру керек болды ғой. Қалай сендірдің ол кезде? Сен ауырбатқан жоқсың ол кезде? Ауырбатқан жоқпын ғой. Баяғыда театральный оқығам. 4 жыл. 4 жыл театральный оқығам. Анау адам қызарғысы келсе, күшенсе қызарады. Сәл температура. Сәл күшеніп жаттым ғой, түрімді тамағымды ұстап қойып жезер. Ауырат қалады ауызы. Анасында шығып кету керек қой енді. Неловкий момент, бірақ біледі ғой бәрібір. Сонда да үндемей қойғандығын сол кезде басып. Енді осынша сіз 2022-ден бірден бір істеп жатсыз, 2021-ден бері уже 3 жыл болып жатыр екен да. Сол 3 жылда ең өзіңіздің жүрегіңізде, есіңізде қалып кеткен отряд. Және сол отрядта оқушылар тізбектеп айтып берсеңіз. Жүрегімде қалып кеткен отряд. Жүрегіңізде қандай немен қалып кетті? Көңіліңізді өршітті ме, әлде көңіл күйіңізді көтеріп кетті ме? Көтеріп кетті. Шимайла деген топ қой. Шимайла. 8-ші топ жазда болған. Так, ояқта Вася бар тұғын, Рамазан бар тұғын, Бека бар тұғын, волейболистер, одан кейін Құрт деген қыз бар тұғын. Қалғандарын ұмытып қалмай. Главный есте ғана сол 5-6 бала шығар. Жалпы отряд есте қалған. Түрін көрсеңіз атын табу қиын болады сәл, бірақ танисың түрлері оңай болады. Құрметті достар, құрметті балдырендер, жалпы балдырен жайлы айта беретін болсақ өте көп историялар бар. Сол себепті балдыренде кішкене шетке ысыра тұрып, басқа сұхбат қылсақ,
Жалпы осы вожатыйлыққа келмеген кезде қай жаққа барып жұмыс істейтін едіңіз? Вожатылыққа келмегенде жайдарманға өнерге күш салатын. Сол жаққа көп көңіл бөледі. Жалпы YouTube саласына, сериалға, жоқ ол бәрі орнымен қазір болып келіп жатыр. Бірақ осы 2 жылды сояққа арнайтын, 3 жылды яғни. Бірақ шүкір қазірде бірге қостақтап алып келе жатырмық қой жайдарман. Енді сол жайдарманды қуалап кезінде қуаламағаныңызға өкінесіз бе, әлде балдырыңға келгеніңізге өкінесіз бе? Жоқ, екеуіне де өкінбеймін. Екеуіне де өкінбеймін. Неге? Өйткені өз уақытымен мен баяғыда блогер де болдым, кезінде білесің. Машиналарға обзор жасап. Машиналарға дейін вайн түсіріп, әр нәрсе өз уақытымен оның да қызығы кетті. Бірақ ол Арайка дейтін бар еді ғой. Блогер білмеймін, көрінбей кетті әлеуметтік желіде. Сол кісіні сіз көтерді дейді ғой, кезінде реклама жасап берген дейді сол кісіге. Жоқ, көтерген емес, мен НННге де реклама жасадым. НННге де реклама жасап берген кезінде. Бірақ көтерген мен емес, ол өздері көтерді. Просто біз басындағы көмектесу, идея, сценарий жағынан, вайндарына бірнәрсе айту, ақыл айту, сондай нәрселерден. Қазір әлеуметтік желіде сіз өте хит болып жатсыз. НННге 2 миллион беріп көтерді дейді кезінде, сіз сол рас па? Әлде ол жалған ба? Жалған ба? Жалған. Одан кейін мынау қазіргі таңда көптеген кинолар түсіріп жатыр ғой, соның сценарийін сіз жазады дейді, сол рас па? Жоқ. Өтірік па? Мұрат әбілден түрмеге түсірген сіз ба? Енді жалпы осы вожатыйлықтан қашан кетемін деп отырсыз енді, өйткені жасыңыз да кетіп қалды. Жасы қаншада деп ойлайсыз, астына пікір қалдырып кетіңіздер. Бір рет осы жас жайлы балдырекке бір бала келді да. Бәрі андай жасыңыз қаншада деп ойлайсыңдар? Ағай 47 деп қояды ғой. 47. Неге? Білмеймін, анау первый ғой, 47. Сонша кәрі көрдім. Жоқ, мен 23-тен десемше, өтірік айтпайсыз, 47 деп қояды ғой. Мен 67 деген. Айттым сен мен кішкентайсың ғой. Енді осы балдөренді по-любому қозғайлап отырып қой. Қаншама образдарды ойнадың да, соның ішіндегі өзіңе қатты ұнайтын образың қайсысы болды? Яғни өзің қақалып күлген. Қатты күлген Аққу. Екеуміз шықтық Аққу болып жазда. Сол Аққу өзіме қатты өткен тұғын. Қазір енді сізге көптеген сұрақтар бар да, именно тоқталып өтейін. Краш ағай неге ондай ол істейді? Оның қай жері краш? Сол сұраққа тоқталып өтсек, біраз оқушылар қояды да, мен сол кезде жауап берейінші деп отырмын да оқушыларға. Былай ғой деп. Краш ағай ол өзін солай ұстағысы келеді. Ұстанымы жалпы өмірде өзін әркім өзінің образ болады өмірде. Ол образ қате емес па ол кісіге? Неге тракторист? Мысалы серіге образың стильный киінесің, одан кейін отрядпен жүргенде де, басқа жерде жүргенде де өзіңнің бір күлдіріп жүретінің бар, актерлік ойының бар, соның бәрін бірге қосып жүресің. Одан кейін менде кличка жоқ қой. Сіздерде Ерман ағай, Домағай дейді, Мұқаш ағай. Бәтен бар еді. Ол жоқ. Бәтен ағай деген. Ол жоқ. Бәтен ағай деген бар. Ағай мен бір жерден көрген сияқтымын, баяғы вайндарым. Қайсыңыз Бәтен? Көріңіздер, Бәтен. Қалай? Краш ағайдікі жалпы өзіне кейбір нәрселер жарасады жалпы. Кейбір нәрселер вообще жараспайды. Кейбір нәрселер келмей қалады. Бірақ ондай адам да керек. Кеше тиктогын көрдім да, қазір экранға шығарам. Тау адам, там тау адам. Қасындағы мүңкірлері қара оттай деген сөз ғой. Ол кісі вообще басқаша айтқан. Мүңкірлері жоқ, там тау адам, тұр тау адам ба, үстіндегі костюм шалбарлары дейді. Ол не болды? Өзі креатив. Жалпы енді Краш ағайдың жасы ұзаққа кетіп қалды негізі. Ол кісімен де сізден кейін сұхбат болады өзімен жеке. Бірақ ол кісі жалған сөйлейді да. Жақсы керемет тамаша. Мен президенттің қасында жүргенмін, мен сияқты өлеті қалды сияқты өтірік ол кісі. Жалпы ол кісінің вожатыйға келген кезде сіз көрдіңіз ба алғаш? Сол келген кезімен қазіргі екеуінің айырмашылығы неде? Өзгерген ба? Жер мен көктей. Кәдімгідей, иә? Өте. Еркін мүлдем андай тұйықтығын сөйлемейтін. Қазір қайран нұртастың кемі жоқ болып қалыпты ғой кісі. Ой, сұмдық қазір. Қапшелік дейді қайран нұртасқа, иә? Жалпы кумирі ғой. Кумирі. Балалық шақтан өзіміздің қайран нұртастың әнді. Кеше естіп қалдым қасындағы өзінің отряды қазір ол кісі первыйда ғой. Первый отряды ол кісіге подарка ретінде костюм шалбардың артына Ш елі жазып отыр екен.
Шахан келген. Шахан. Анау көптеген әншілер киіп алады костюм. Типа ол кісіге сахнаға деген кішкене болсын не дейді? Мотивация, поддержкасы деген бірінші топ. Осылай болса алып бермейтін еді. Оны дұрыс емес екен. Братан қояйық дейді да ол кісілер. Зор ғой. Істесін. Жалпы ол кісіні болашақта сахнадан көре аласыз ба? Эстрада жұлдызы қойып. Көре алмайсыз ба? Мүмкін, бәрі мүмкін. Тұрса. Жапсаң. Сұхбат болып жатса не әлде? Өттік. Жоқ. Вообще көре алмаймыз, осымен бізде Ерман ағаймен сұхбатымыз бітті. Келесі кезекте Еркін ағайдың өзімен сұхбаттасатын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Сәлем достар. Сіздер осы уақытқа дейін Краш ағайдың сахнаға шыққанын көрдіңіздер ме? Жоқ, ол мүмкін емес. Бірақ сенетін ғажайып Краш ағай сахнада